Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Камми, но ай, каши-коши. Его да славит Бог есть любовь. Аллах сергидер, север бedi. Таң қалмаңдар балалар, сендер бәрін дұрыс естідіңдер. Біздің кішкентай тіл мектебімізге қош келдіңдер. Бірге оқиық. 3 минуттың ішінде сендер әлемдегі ең маңызды сөздерді, басқа тілдерді айтуды үйренесіңдер. Ал қандай сөздер ең маңызды? Мен бұл сұраққа қуана жауап беремін. Құдай сүйіспеншілік және ол сендерді сүйеді. Мұны елестете аласыңдар ма? Аспан мен жерді жаратқан ұлы, құдіретті Құдай сендерді сүйеді. Біздің күнәларымыз үшін жазаны қабылдаған, өзінің жалғыз ұлын біздің орнымызға өлімге жіберу арқылы, ол бізге деген сүйіспеншілігін дәлелдеді. Біздің Құдаймен бұл жерде де, және кейін көкте де қарым-қатынаста болуымыз үшін Иса өлді. Құдайдың сүйіспеншілігі соншалықты керемет. Ол ешқашан бітпейді. Сондықтан біз Құдай сүйіспеншілік және ол бізді сүйеді деп сенімді түрде айта аламыз. Африка тілдерінің бірінде бұл сөздер былай айтылады. Енді осы маңызды сөздерді неміс тілінде жаттап алайық. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Бұл киелі кітаптың бізге үйрететін ақиқаты. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, өзінің жалғыз ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Құдай сендерді шынымен де қатты сүйеді. Сондықтан сендер Талғат сияқты осы киелі кітап аятына өз есімдеріңді қойсаңдар болады. Өйткені Құдай Талғатты сондай қатты сүйгендіктен, өзінің жалғыз ұлын құрбандыққа берді. Енді Талғаттың жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Құдай барлық балаларды олардың тілі мен терісінің түсіне қарамастан сүйеді. Бұл туралы сыныптастарың біле ме? Оларға бұл туралы айтып беріңдер, достар. Содан кейін оларды біздің кішкентай тіл мектебімізге шақырыңдар. Ал енді түрік тіліндегі ең маңызды сөздерді тыңдайық. Isa sevgidir, kurtarıcı kimdir. İsa sevgidir, sever beni. Sizi tekrar derim, İsa sevgidir, İsa sevgidir, sever beni. Естеріңде болсын, Құдай сүйіспеншілік, және ол сендерді сүйеді. Сүйіспеншілік Құдайы туралы көбірек білгілерің келе ме? Онда маған жазыңдар. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.